Бақа. Екінші бөлім. Бақа көріп кел әулие екен, жұрт ойнап айтам деп ойлап айтып жүр екен. Сөйтіпті солай болыпты деген лақап осыдан былай жұрттың бәріне жайылады. Өтірігін қосып, көпірте біреуден біреуге айтылып, бақаны нағыз құдайға қол тапсырып келген қылып шығарады. Әулие деген ат шындап тағылады. Қой ұрланса да, бұзаубас жібі ұрланса да, біреу-міреу ұрласа да жұрт бақаға шабатын болады. Жұрттың лақабын, нанымын пайдаланып, күнін ойлайтын бақа сияқты адамдар ма, бақа бәріне де ұрсып жауап беріп, қуып жіберіп жүреді. Кей адамдар әулие деген атаққа құштар болса, бақа тосынан тағылған атақтан қашып құтыла алмайды. Күндердің бір күні азуы 6 қарыс ел билеген бір бидің жанынан артық көретін, өзі бір түлікке бағалайтын жақсы нары жоғалады. Нарды күні-түні іздеп таба алмайды. Нарды алған кісі бір күн ішінде әкеліп, үйімнің маңына тастап кетпесе, түбіне жетем. Ауыл-мауылымен шабамын. Еркегін құл қылып, қатынын күң қылып, қоқанға айдатам. Заннан түбіне жіберсе де бәрібір, ол нарды таппай қоймаймын деп жарлық таратса да, нардың із түзі білінбейді. Ақырында нардың өз бетімен табылуынан күтер үзгесін бақсы балгер іздестіреді. Ақырында нағыз көріпкер бір әулие бар дегенмен бақаға қос ат шаптырады. Келсе алып кел, келмесе сабап айдап кел, деп бұйрық береді. Бидің жіберген кісілеріне бәлен әлен деп бақа ергісі келмеген екен, ту сырттан тиген екі қамшының зардабынан. Барсам барайын, дейді. Бақа бидің үйіне келеді. Келісімен аттан түсер түспестен би. Солай да солай, түйемді табасың, таппасаң басыңды алам, дейді. Биеке-ай, елдің келеме жетіп шашып жүрген лақабы ғой, әулиелік менде қайдан болсын, мені босқа қыспаңыз, дейді. Қаңғырған шақшабас балқалшыдан менің ауырлығым кем болғаны ма? Би тұра қамшының астына алады. Бақа қорыққаннан, құлдық тақсыр құлдық, түйеңізді табайын, дейді. Бәсе, оттағаныңша маданан бері соны айтсайшы, деп би ашуын басады. Бақа баяғысындай түнеге оңаша үй сұрайды. Аттың үй артына байлануын тілейді. Жарайды деп би үйін тігіп, бәрін әзірлеп, бақаны оңаша үйге салады. Бүйтіп болған әулиелігін құрсын, әулиелікті шығарған адам құрсын, деп бақа түнімен әулие әнбейлерге қарғап. Енді өлген жерім осы болар, мазақтың түбі азап. Азабым осы емес пе? Ел мазағынан өлі деген осы емес пе? Деп қорланып жылап шығады. Таң қараңғысы болдау деген кезде ептеп үйден шығады. Аңдып тұрған адам жоққа ұқсайды. Жолым болған-ау, деп үй артына келсе, байлаудағы аты жоқ. Баратқанның балтасын, келетқанның кетпенін қоймаған жалмауыз. Енді менің жалғыз атыма ауыз салдың ба? Жарлының жалғыз атын төлеуге алдың ба? Деп жылап жібереді. Бірақ амал қайсы, аттан айырылса да, бас садаға деп бақа кең тайып отырады. Қуған болар мекен деп тұрып жығылып қашып келе жатып, қалың қамыс арасына кеп адасып кетеді. Жол қарастырып жүріп, қамыстың ортасындағы балшыққа кездеседі. Балшыққа теңкейіп батып жатқан бір нәрсені көреді. Жақындап келіп қараса, балшыққа батып өлген бір қара нар екен. Әй, дәуде болса осы соның нары, деп біраз ойланып тұрып, қуанышы қойнына симай, бидің ауылына қайта қайтады. Қайтып келіп білдірместен есікті бұрынғыша жауып ұйықтап қалады. Ертеңіне сәске уақытта тұрып, көңілдене ешбір уайым жоқ бидің алдына келеді. Ал, таптың ба? Дейді би. Нарыңыздың табылу қиын екен, алыс сапарға кеткен екен, дейді бақа. Өліп пе? Деп сұрайды би. Өліпті, дейді. Би сол жерде отырып боздап тұрып жылайды. Түлікке балаған малым ет, дейді. Мал деп құныққан, едай, деп ішінен бақа. Өлтірген кім екенін айт, аспанға ұшса да жерге батса да жоқ қылам, деп ақырады би. Бақа тұрып. Нарыңыздың ажалы ешкімнен болмапты, Алладан болыпты. Алланың ісіне шара бар ма? Деп бақа көңіл айтып, нардың жатқан жерін айтыпты. Би ат шаптырып айтқан жеріне барып қараса, айтқанындай балшыққа батып өлген, сол нар екен. Сөйтіп бақа бұл бәледен де құтылыпты. Бүйтіп болған әулиелігін құрсын, бұған нанған елігін құрсын, деп бақа еліне қайтыпты. Басың аманында енді әулиелік құрмасқа ант етті.
еді.